Достар, сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен демалысымды үй жинаумен бастадым. Шашымды тарамастан бірден кірісіп кеттім. Үй жинағанда балалар менің қасымда жүреді, жағаласып, көмектесіп, көрпелерді жинасып, шаңдарды сүртісіп, полдардың шаңын сүртіп шықтым. Бірінші әрине пылесос ұстап алдым. Шаштар шығады, сол кезде жыныма тиеді шаштар. Кілемдердің барлығын щеткілеп алдым. Пылесос толық алмайды. Щеткамен өзім отырып щеткілеп шығамын. Бұл жерде түспей қалыпты видеоға. Сосын осылай кілемдердің арасын қолмен жуып шығамын. Жай жерлерді швабрамен жуамын қолмен. Мынау нелер ватный дискалар бітіп қапты, соларды орналастырдым, сырға тастап сыртын. Үй жағдайында қазан ағартайын деп осы заттар алып келдім. Желім, кальцинированный сода, кір сабынды күштен өткізіп дайындадым. Қайнап тұрған суға қазандарымды салып қайнатуға қойып қойдым. Менің арнамда қазан ағарту, үй жағдайында қазан ағартудың бірнеше видеосы бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Осылай тарсылдап қайнау керек. Сосын қазандарды салып 1-2 сағатқа қайнатамыз. Соны екі ортада мен қазандар қайнай берем дегенше балконды жинастырдым. Біраз заттар тұрып қалған. Қонақ шақырғанда тарелкалар бәрі бер жағында орын-орнына салынбай қалып қойыпты. Соларды орналастырдым өз орындарына. Еще кір жуып қойғам. Кірлерімді қазір тағы да жаямын. Еще үйде продуктылар бітіп қалыпты. Соны алып келуге базарға барайын деп екеуміз шыққан болатынбыз. Ортада жағаласып жүріп, оған базарға барғанда машинамыз істемей қалып, мен қайтадан өзім келдім үйге автобуспен жаяу. Күйеуім сол жерде қалды. Машинасы істемей қалып, соны істетуге запчастьтарын алуға кетті. Сөйтіп мен еще аузым беріп қарыз күндерімді өтеп жатқан болатым. 11 күн қалған. Сол 3-4 күндей қалды. Сонымен күн ыстық. Алматыда мына баклажка өзінен өзі тарс етті, түсінбей қалдым не болғанын. Сонымен шөлдеп үйге қайттым. Басым ауырып кетті. Келе салып қазандарымды қырып, оңай жолмен енді кетеді. Ол қайнап тұрғаннан кейін барлық нелер алынып қалды ғой. Май, жұмыртқаның осы лотоктарын қағаздан жасалған. Мен дүкеннен алған кезде жұмыртқаны тастамайын, лотоктарын осылай жинап, одан сучиктар істеймін, жерде отыратын. Сонымен осылай жинап алдым да, балконды тазалап алдым да, тұрған киімдерімді жаюға, стиралкадан алып кеп, киімдерімді жаюға кірістім. Ақ киімдерді бөлек жуып аламын. Балалар ертең мектепке барады, сондықтан балалардың ақ киімдерін жуып алдым. Балкон үйдің өте кең, барлығы сыйып кетіп тұр. Бір бөлме істеуге болады, осы жерде немесе ашып жүруге болады, не болмаса холодильникті қойып қоюға болады. Біз Алматыға келгелі осы үйді жалдап жатырмыз. Сонымен мен енді ұйықтайын десем, менің туалетке қойған жерге қоятын төсенішім қалып кетті. Онымен суға ана базарға баратын кезде салып кеткен ғой. Соны ұмытып кеттім жууға, сол жуып тастайын деп қолмен сабындап, кір сабынмен сықылап жуып алдым. Тап-таза болып қалды. Мен шаршап ұйықтадым. Сіздерге осы менің бүгінгі влогым ұнаса, лайк басып подписка жасаңыздар.